Қайырлы күн балалар, сендер бүгін бақылау диктантын жазасыңдар. Сендер жазатын диктант шежіре деп аталады. Ең алдымен шежіре деген не? Қазақта 16 наурыз шежіре күні болып саналады. Шежіре деген араптың шаджара, яғни ағаш, бұтақ деген сөзінен туындап, кең ұғымға ие болған. Сол себептен қазақ халқы адамды ағашқа теңеген. Адам сол ағаштың өткені мен болашағын байланыстырып тұратын дің. Ал ағаштың тамыры оның жады, жад деген естелігі. Өйткені сонау бағзы замандарға, көне ғасырларға созылып өткеннен хабар береді. Ағаштың ұшар басы болса, болашаққа қарай ұмтылған мәңгіліктің жол екен. Балалар, сендер толық білгілерің келсе, мына сілтеме арқылы біліп алсаңдар болады. Енді сендер әрқайсысың жеті аталарыңды әкелеріңнен, аналарыңнан, үйдегі ата-әжелеріңнен сұрап біліп алыңдар. Сосын жеті ата туралы толық мәліметті мына сілтемеден YouTube каналынан қарай аласыңдар. Әрқайсысың жеті аталарыңды жазып алыңдар. Қазір бақылау диктантын менімен бірге жазып көріңдер. Мен сендерге ақырындап оқып отырам, ал сендер дәптерлеріңе экранға қарамай жазыңдар. Бұрын балаға 7-9 жасында әкесінен бастап ағайын туысын үтір, нағашы жұртын үтір, ата тегін үтір, руын үтір, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлінген. Бас әріппен жазасыңдар. Әкесі үтір, атасы, балаға тек 7 атасына дейінгі бабаларының атын жаттатып қана қоймай үтір, олардың қандай болғанын үтір, ел жұрты үшін жасаған ерлігі үтір, өнегелі істері жайында әңгіме еткен. Егер жазып болсаңдар, мына мәтінге қарап, өздеріңнің жұмыстарыңды тексеріп алыңдар. Сосын балалар байқасаңдар, мынау диктантта күрделі зат есімдер көп кездесіп тұр. Күрделі зат есімдер тауып, олардың астын сызыңдар. Және менің пікіріме сол күрделі зат есімдерді жазыңдар. Сергіту сәтін жасап алыңдар да, мынандай тапсырма орындаңдар. Мәтіннің ішінен жалғауы бар сөздер табыңдар, оларды көшіріңдер, сосын жаңағы күрделі зат есімдердің астын сызыңдар. Балалар, түбір мен қосымшаның құрамын, түбір деген не, қосымша нешеге бөлінеді, жұрнақ нені білдіреді, оның белгісі қандай, жалғау нені білдіреді, оның белгісі қандай, естеріңе түсіріңдер. Мысалы, мәтіннен деген сөзде түбір мәтін, ал нен деген ол сөзбен сөзді байланыстыратын жалғау. Қосымша деген сөзде жалғауы деген сөзде жалғау түбір, жалғау болып тұр. Әрбір сөздің осылай құрамын анықтап үйреніңдер. Сонымен сендер бүгін бақылау диктантын жаздыңдар, ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.